Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы вокалдық өнер кафедрасының бірінші курс студенті Макар Ғани. Бүгін біз сіздермен Әбу Насыр Әл-Фараби және музыка теориясы тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Әл-Фарабиді өз замандастары да, кейінгі зерттеушілер де, қазіргі авторларда музыканың ұлы теоретигі деп біледі. Өйткені оның музыка жайындағы еңбектері, әсіресе Әбу Жафар Мұхаммед ибн Әл-Қасым Әл-Кирхи атты уәзірдің өтініші бойынша жазған Китап әл-Мюсики әл-Қабир, яғни музыка туралы үлкен кітап атты трактаты қазірде өз маңызын жоғалтпаған шығыс музыкасының теориялық тұжырымдамасын қалыптастырған құнды еңбек болып табылады. Мысалы, британдық музыка зерттеушісі, арабист Генри Джордж Фармер Әл-Фарабиді орта ғасырлардағы музыка теориясының ең ұлы авторы деп есептейді. Оның ойынша, Әл-Фарабидің музыка теориясы гректердің жасаған дамытып қана қойған жоқ, тіпті Батыс Европада 15-16 ғасырларға дейін оған теңдес музыка зерттеушілер болмаған. Бұл ойымызды дәлелдеу үшін алдымен ұлы ойшылдың өзіне жүгінейік. Ол өзінің музыка туралы үлкен кітап кіріспесінде былай дейді: қай-қайсы теориялық өнерде болмасын, адамның кемелдікке келуі үш жағдайға жету арқылы болады. Біріншісі, оның негізін жетік білуі. Екіншісі, сол өнерде бар заттар негіздерінен қажетті түрде шығатын нәрселерді тұжырымдай білу қабілеттілігі. Үшіншісі, басқа теоретиктердің пікірін байқау, айтылған сөздің дұрысын табу және олардың арасында қателескендердің қатесін дұрыстай білу қабілеттілігі. Бұл жерде біз үшін маңыздысы бірінші жағдай, яғни қарастыратын нәрсенің негізін жетік білу. Әл-Фарабидің осы ойына сүйенсек, ол музыка туралы зерттеу жүргізбес бұрын музыканы терең түсіне білген, ән күй жазған, тіпті өзі қарастырған музыкалық аспаптарда шебер ойнаған деуге болады. Сонымен қатар, араб музыка әлемінде ең танымал, ең көп қолданылатын ішекті музыкалық аспабы утты да ұлы ойшыл жасаған деген тұжырым бар. Бұндай тұжырым жасауға музыка туралы үлкен кітаптың өзі негіз болған секілді. Осы трактаттың белгілі аспаптар және олардан шығатын дыбыстар жайында деген екінші тарауында ут аспабы жан-жақты қарастырылады. Жалпы Әл-Фараби өз заманында кең тараған бірнеше музыкалық аспаптарды жетік білген. Мысалы, үрлеп тартылатын най, сыбызғы, қыпшақ, ішекті аспаптар ут, чанг, рубаб, шахрут, дутар, қобыз, танбур, канун, ұрып ойналатын нагора, тыйбыл, дойра және басқалар. Дегенмен, осы аспаптар ішінде утқа ерекше көңіл бөлген. Ут аспабы табиғи интервалдардан құралған және екі октавалық интервалдардан тұрады. Әр екінші айналымда қосымша үн бар. Оның ішектерін тартуға жәрдем беретін мойны және ішектердің астында орналасқан пернелері бар. Ырғақтық айналымда 28 үн болады. Оның кейбірі жиі, қалғандары сирек пайдаланылады. Оның дыбысын қазақтың шертер аспабына ұқсатуға болады. Әл-Фараби өз еңбегінде төрт ішекті ут аспабының сипаты мен сызбасын бере отырып, онда қолданылатын дыбыстық қатар, дыбыстардың шығу реті, пернелердің орналасуы және олардың сандық шамасы мен қатынасын жете түсіндіреді. Бір ерекшелігі тек баяндап қоймай, нақты суреті мен сызбасында қоса береді. Ут тек араб елдерінде ғана емес, түркі тілдес халықтар арасында кең таралған, күні бүгінге дейін өз ерекшелігін, табиғи үнін сақтай отырып, өз сарынын жоғалтпай жеткен аспаптық мұраның бірі болып табылады. Қазіргі таңда ол Иран, Ирак, түрік және басқа да шығыс елдерінде қолданыста бар. Тіпті сол халықтардың ұлттық аспабына айналған. Ут аспабының әр елде өзіндік ерекшелігі бар. Әр елде түрленіп дамып, басқаша формаларға ерінген. Ол өзгеріп қана қоймай, ішектік құрылымы да түрліше дамыған. Әл-Фараби утты төрт ішекті аспап, бірақ дыбыстық мүмкіндігін арттыру мақсатында бесінші ішекті қосуға болады деп тұжырым жасаған. Ал қазіргі заман талабына, адам қиялына сай, әр елде ішек саны әртүрлі. Кейбір елдерде 5-6 ішек болса, кейбір елдерде қосарланған ішек, тіпті ішек саны 11-12-ге де жеткен. Дегенмен, осы әртүрлі болып келген ут аспабына байланысты Әл-Фарабидің зерттеуі құнды екенін араб әлемі толық мойындайды. Оған Катарда жыл сайын өтетін ут фестивалінің 2018 жылы Әл-Фарабиге арналып, Әл-Фараби екінші ұстаз деген атпен өтуі дәлел болады. Ол фестивальда 16 елден келген 80 музыкант ут аспабымен өнер көрсеткен болатын. Осы ұлы ойшыл ерекше көңіл бөлген ут аспабын біз де білсек, зерттесек, үйренсек артық болмайтыны рас.
Оның еңбегін зерделеп қана қоймай, іс жүзінде қолдана білсек, аспаптарын үйренсек, бұл біздің ұлы тұлғаға деген құрметіміздің бір белгісі болмақ. Сонымен бірге, қай елдікі болсын, қай аспаптан туындасын, музыканың бәріне түсінікті болатынын, адамдарды біріктіретінін, рухани саулық сыйлайтынын, сиқырлы сыры барын ұмытпау керек. Әл-Фарабидің өз сөзімен айтсақ, әуеннің түрі де шығуы да емес, естіліп, жанға рахат пен таңырқау алып келетіні, сондай-ақ оған талпыныс беретіні маңызды деп тұжырым жасаған. Назарларыңызға рахмет.